Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай жұмсақ, өте дәмді, жұп-жұқа болып шығатын құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші кезекте ыдысымызға сүтімізді, оның үстіне ыстық қайнап тұрған 150 мг суымызды, 2 жұмыртқа және де 4 ас қасық қант, 2 ас қасық сұйық май салып, жақсылап араластырамыз ергенше. Ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның аты жазылып тұрған жерді басып, сол жерден көре аласыздар. Жақсылап іртік қалмайтындай етіп араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Одан кейін ең соңында қасықтың ұшымен ас содасын қосып, тағы бір рет араластырып, құймағымызды пісіруге кірісеміз. Табамызды қыздырып аламыз. Табамызды бір майлап алып, орташа отта бір ожаудан құйып, құймақтарымызды пісіре береміз. Құймағымыздың беті осылай кебе бастаған кезде екінші бетіне ауыстырып, ары қарай пісіріп алатын боламыз екінші жағын. Бұл рецептпен сіздердің құймақтарыңыздың асты жабысып қалмайды, сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен менде 20 шақты құймақ шықты. Әр құймақтарымыз осындай әдемі, ажурный болып шығады. Видео ұнаса, каналға тіркеліп қойыңыз. Әр апта сайын менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін. Міне құймақтарымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады.